Күн құрметті көрермендер, бүгін біз өңіріміздің өнер адамдарына арналған жаңа Павлодар атты подкаст арнамызды ашқалы отырмыз. Бірінші түсірілімізді ұлттық домбыра күніне арнап отырмыз. Ендеше бірінші кейіпкеріміз қу ағашқа тіл бітірген қариямыз Қайдаров Сартай аға қонаққа келіп отырмыз. Ең бірінші сұрақ сізге, ата, қолөнер кез келгеннің бойына қона бермейтін қасиет. Оның ішінде домбыра жасау аса шеберлікті талап етеді. Өзіңіз қызығушылығыңыз қай кезде басталды? Енді домбыраны айтар болсақ, домбыра қазақтың қанына сіңген, қазақпен бірге жасасып келе жатқан қазақ халқының қолөнер аспабы. Ол аспап болғанда жай аспап емес, ән күй, көңіл күйін, күйінішін, сүйінішін, қайғысын, қуанышын білдіретін аспап қой енді домбыра. Домбыраның енді тарихын қазбалай берсек, ары қарай мың жылға кетіп қалады. Өйткені бір домбыра табылды деген бір әңгіме болған, мың жыл бір үңгірде сақталған жақсы жағдайда. Оны қазақтың домбырасы деп тапқан ғалымдар. Енді домбыраны мен бала кезімнен үйрендім. Өйткені бір сөздерді айтар болсам, мақтаныш болып кетеді. Менің ата тегім өзі өлең жырға жақын болған, ақын болған. Ертеректе 1922 жылы қайтыс болған Әмір Әмзұлы Салық ақын, Мұхаммед Салық дейді. Ақын адам атамыз болған. Оны жұрт не ақын екенін дей ме, жоқ әнші деп екеуі қатар жасаған ғой. Өйткені әке айтатын, Салық атаңның шешесі жерігенде бұлақтың суымен былтырғы етін жеріпті деп. Көрдіңіз бе? Сол анасы солай деп, сонда бұлақтың суы сияқты жоқ па ақын. Ал былтырғы дауыс шыққан сондай әдемі дауыс болған ғой енді. Содан енді қалып қойған шығар деймін, енді қанменен бірге. Енді одан мынау домбыраға үйір болғаным, ағаш мен бала кезімде өзі қолөнерге жақын болдым. Ағаштан андай жасап, сол бала кезімізде ғой. Бірақ мынау домбыраға нәпсі келгенім пенсияға дейміз ғой, зейнетке шыққаннан кейін. Қызым, екінші қызым, мына Амелиот мектебінде математикадан береді, және қосымша қолөнерден береді. Өйткені Амелиот мектебінің директоры мен үлкен қызым болды. Арманғұл Сартай, қазір Астанаға кетті. Онда бір мектепте директор болды. Сонда қолөнерде жүргенде инспекторлар келеді ғой, текір. Сонда айтқан ғой, сенің мына қағазың болу керек. Болмаса болмайды, бұл математиканы бере бер мынаған. Содан кейін әуелде біз оны кейін кешегерсек художественный өнер институтына апарғанда семейге түсе алмай қалды. Сосын алып келгенбіз. Содан кейін де мына Павлодарда сырттай бітірді. Сонда бір кітап әкелді. Мына Дәркембай Шоқпарұлының қазақтың қолданбаны қолөнерден кітап. Соны менен әкелді. Ол кітапты мен ақтарып отырсам, ол кісі теріден де жасаған саба, торшық, мына темірден самауырды жасаған, барлығы ет-тоқым қолынан келмеген жоқ. Қазір оны Шымкенттің музейінде баласы ұстап тұр енді. Телевизордан айтады. Сол кітапты қолыма түсіріп отырып, ақтарып отырғанда домбыраның реті шықты. Домбыра ағаш, мынандай ағаш. Енді Дәркембай Шоқпарұлының айтуы бойынша негізгі домбыраға қазақ халқы қарағайды. Қарағайдың үні тербелмелі. Мысалы, шертіп қалғанда звук кете береді үні. Ал басқа ағашта шертесің, біраздан тоқтап қалады. Сондықтан қарағайды қатты қастелеген ол кісі бар кітабында. Өйткені қарағай тербелмелі. Өйткені қарағайды таңдау керек. Мына шайыр дейміз, шайыр болмау керек. Сосын кепкен болу керек. Кейбір ағаш төлеседі екен, қуарып қалады, әлембай жылтырады. Соны тыңдап, былай балтырын соғып, звук берді. Соның және
алғанда қарағайдың мына өзегіне қарайсыз ғой, өзегінде сақиналар болады ғой. Сақиналары жиі болған жерді қарай алады. Жиі болған жер жауын болмаған. Ал жауын жылдары сақинаның арасы алшақ болады. Өйткені жаңбыр болды. Неге алшақ болады? Жаңбыр. Ал сол неге жиі болған таңдай, ана алшақ болған таңда, өйткені алшақ болғанда влага, су дейді. Жаңбырлы болған ағаш су. Ал жиі болды құрғақшылықтан. 3 жыл жауын жаумаған, өсе берген ақын соларында сақинаның арасы қатар жақын. Ол құрғақшылық түскен бар. Сол жерде өйткені мына дыбыстың мына құрғақта шығады ғой, сулы болса шықпайды, кептірген. Содан алған. Және өзі қарағайды алғанда, және айтады, қою жерде өскен, орта жерде өскен, шет жерде өскен. Бір домбыра дейді, күндіз сөйлейді, түнде сөйлемейді. Бір домбыра түнде сөйлейді, күндіз сөйлемейді. Енді бір домбыра күні түні сөйлейді. Ол ағаштың өсуіне. Күні түні сөйлейді дегені жалғыз ағаш шетте тұрады, желдің өтінде. Ал енді бір ағаштар болды, жақсы өскен ағаш, домбыра сол, бірақ ол қою жүр, қараңғы жерде. Ол жарықта сөйлемейді, қараңғыда. Енді бір ағаштар былай шетте, осыны мен қазақ білген ғой, осыны тегін айтпайды. Енді мен оны былай саралап көргем жоқ, кезінде мен өйткені қалада тұрам, ағаш жоқ. Мына бәйбішем магазинге анда бұрғанда, хай дейді, отағасы ана жерде бір мынадай тумбышка болмаса шкаф шығарып тастапты, кейбір жаңадан алады ғой ескілер. Бар екен соны бір алайық, кепкен ғой деп. Содан біз барамыз да қопарып жарайтындарын аламыз. Өйткені Қуандық Бәйзиев деген ақсақал бар. Рахмет базарының жанында тұрады, есіне 32 екен. Сол өске бір жолыққанда, ол мен домбырын 30 жыл жасай, мен 1 жасы үлкен екен. 30 жыл жасай. Ай, балам дедім, сені балам дейші, енді жарайды, 1 жас қана кіші, енді құрдаспыз ғой дейді. Қазақ айтқан 5 жас құрдас, 10 жас орамдас деп. Сен дейді, мына контейнерден шығарып ағаштарды байқап жүр. Мына қызыл ағаштан жасалады. Ал енді қызыл ағашты көргем жоқ. Естимін, красный дерево дейді, қызыл ағаш дейді. Қотанғадағы жағында өседі екен. Қазақтың басқа жерінде өспейтін көрінеді. Мен бір кездесіп қалдым дейді. Қызыл ағаштан жасалған бір шкафтар соның ағашын алып. Қызыл ағаш жақсы. Өйткені жақсы дейді. Солай шығар. Содан біз алып, содан мына бәйбішім деген қопырып әкеліп, мен содан жасаймын міне. Ал енді ағашты бару үшін қарағайға бару керек. Нәқтілен бір ай профессионалды жақсайтындар іздейді қаншама қарайды, сосын барып жасалынады. Оны кептіру керек, байқау керек, қалай кептіру, оның бәрі тәсіліне Шоқпарұлының, дәркем Шоқпарұл енді ол кісі марқұм, қолданбалы қазақ қолдан кітабының бәрін айтады. Соны қалай кептіру керек. Кептіргенде мысалы, мынадай сквайт болса, былай қояды. Жер соқпау керек, көл жерінде. Тура күн түспеу керек, тура жер тимеу керек, былай қалтарысты. Енді оның бәрін біз есептеп жатпаймыз. Қолымызға не түсті, соны жасаймыз. Енді сіз осындай ойып, үлкен ағаштан ойып жасамайсыз, осындай кез келген. Үлкен ойып жасайды. Өйткені мен міне бір жерде ағашымен табақ жасамақ алдырттым мына ағашты. Уже 3 жыл тұр кеу. Енді оны білмеймін. Табақ көргем жоқ. Баяқ көрінбе дегенім ғой. Оған енді станоктар керек дейді. Мен екен құл мына қысқыш, қазақ айтқанда содан кейін балға, ара, міне мынадан естіп. Қарапайым болсын. Қарапайым, мен станогымды қызыма әперем деді. Әлгі лентішіне бір кесетіндер бар. 124 мың екен. Қарам керек жоқ деді. Профессионал емес, мен ақымды отырып жасаймын өзіңе бірдеңе керек болса ала бер. Әйтпесе қыз бәрін әпермекші болды енді оны. Және менің бір інім бар техникумда. Малдыбай Егеубай деген. Ол інім менің әкем 4 ағайынды, ол кішісінің баласы. Ол да архитектор қыз дипломын бітірген. Мына Павлодарда бар, өздері салған үйлерін суретке түсіріп альбом жасап отырады екен. Астанада бар, Алматыда бар. Қазір ол үйінде істейді. Первый заезд кіреді, сонда мастерской бар. Сонда бар дейді. Кей кезде мына домбыра жасайды, е? Домбыра жасамайды. Ол мына спальниганың түр жасайды, кухниганың жасайды, шағырту. Жиғас, е? Баратты суретін көріп, қайсы жасайын. Соны мынау десе, сол үйінуші болады, сонда да үйін жасайды, соны әкеп құрып береді. Ал енді домбыраға келетін болсақ, бір домбыраны жасау үшін сізге қанша уақыт кетеді? Бір домбыраны жасау үшін енді
мен жаңа айттым ғой енді ағашын іздеп тауып болу керек. Ағаш болғанда енді мынау сияқты ағаштарды тауып аламын енді мынау енді мынау бір жасалған ағаштардың несі қирап алып тастап жаңадан алады ғой. Мен осындайларды аламын да осындайларды мінекей тіліп тастаймын 3 миллиметр деген. Сол мына бет жағын аламын да. Оны тілу керек, ол бір күн, 2 күн кетеді, оған әлі бір қонақ шақырып қалады, бір кетіп қалады. Енді сол енді бір 3-4 күнде осыны дайындаймын. Содан кейін бұны июу керек. Июу керек болғанда менің қолымнан жасалған мына ыстық су құйылады да. Мынау мына ағашты мына жерге бұл енді 50 сантиметр. Мына жалпақты мынаған сиятындай ғой. Көбінесе 7 сантиметр, 6 сантиметр. Мына жерде мынаған салып қоямын, ыстық су. Сосын ағаш болған, мынаны қағып отырады, мына кетіп отырады. Сонда бұл мынадай болып, мына мен егізден қоймын бұлай. Сонда мынадай болғаннан кейін ана жерде бұлай. Ана қойып алып тұрады, бір сүйтке тұрады. Кейбір бір сүткеден кейін аламын да, сосын ана қалып мен де қарапайым, өйткені жаңа айттым, бәрі дейді, қуантпай дейді, қалып, ұстаны осы екен ағаш, мынаған көрді осындай ағаш. Мына енді мойны былай жасап аласың. Содан кейін міне былай құралып отырады ғой. Мына жерді тесіп, міне кесіп қой, міне былай кесіп тастайсың. Сонда мынадай содан екіншісі былай, үшіншісі былай. Сонда міне ортада болғанда не үшеу болады ағаш жалпақ болса. Мына жағында үшеу, жетеу. Не болмаса болса, осылай біреу, төртеу болады. Мына жағы төртеу, 9, не 11. Өйткені біреу тұрады. Мына жерде үшеу. Симметричный мына жақта үшеу. Не мына жақта төртеу, мына жақта төртеу. Жіңішкеде болса, бесеу солай болып кетеді. Енді аса жіңішке болмайды, домбырада шамасы 4,5-5 сантиметр ғой. Осылай құралды. Оны ана жерде сары флакончикті клей болады. Андай. Сонымен ол где-то бір сағатта келеді. Сонда жетеуіне 7 сағат керек. Жетеуден болса. 9 болса 9 сағат керек кептіру үшін. Сонда мына жасау үшін 2 күн кетеді енді. 2 күн. Ана ағашты алу бір, дайындау 2-3 күн. Сонда 8-9 күнде бір домбыраны былай істеп тұрады. Ал енді жайланып істейтін болса, оны кептіріп қоясың. Одан енді резинка бар, енді резинка. Соны тартып. Мынаны мен шуруппен тесіп ұрып берсем де, жанында мына жерге клей жап, екінші жап, бұлай кетіп, сосын мынаны орап тастайсың. Сосын мынау кеуіп тұр. Сосын 1 сағат, басқа бірдеңе айналысу бір. Шамасы 1 сағат 15 минутта бұл кеуіп, екіншісін, үшіншісін құрауға болады. Сонда енді уақыт кетеді. Сонда енді бір асықпай енді бір 7-8 күн бір домбыраға кетеді. Ал абай домбырасын істеп көрдіңіз бе? Абай домбырасын істеп көргенде мен абай емес, соған сияқты қазақша қылып жасадым ғой. Мынау енді мына ағаш қой міне. Мына жерде ағаш бар, бұлай. Екеуі бұлай. Сосын қатлық салған ғой. Оңайырақ болады. Оңайырақ болады. Мынау енді абай домбырасына жақын. Кейбір шерттер біздегі бір паудалық бір домбырашы, әлі домбыра жасайтын бар. Шәбіл тайып бәкен. Сол кісі осылай домбыра жасайды. Өйткені тартқан өз өлеңін айтып, өлең сол домбырамен. Енді әдемі шығады енді бұл. Ал енді анау домбыра анау бір үшінші жасаған, ол үлкен болып кетті. Енді мен енді профессионал емес, есептемей 12 ме 15 одағы несі солай көбейіп кетіпті. Одан кейін жерде
кішірейттім. Аха. Содан кейін әне бір кішкентай домбыра. Енді мен 3 мектепке жасадым. Мгм. 10 домбырадан. Мгм. Кәдімгідей сол алдым, мұғалім келіп, Мгм. жетіп жарайды деп бәрін. Ал енді мен аса көп жасамаймын. Жасайын да, бәйбіше мына арасында біреуге қазіргі бере салады. Әй, ана баласы Аха. домбыра екендігін мына беремін. Аха. Мен жасаймын да бәйбішеме бір әсіп өзім. Содан кейін әне қамшылар қамшырым дейді отырмын. Күшті. Қайыстардан. Қайыстарына Артур бар сатып аламын. Ал енді бір жолдасымыз соғым берді, мына шетелсі жақта тұрады, хозяйствода, оның бәйбішесі, менің бәйбішемен пенжіміз бірге оқыған, 4 жыл бір тесірді. Бір жылқы берді, соның терісін алдырттым. Содан артық сирағын алдырттым. Сонда мына сирақты артта теріске тарамыз. Мысалы енді теріден тарамы, торсық тіксе, саба тіксе, sonra жіппен емес тарамыспен тігеді. Неге тігеді? Тарамыз кедір сияқты су тисе түсінеді. Ана бізбен тесесің ғой енді. Емес көзіне бізбен сол тесігін ана жауып қояды. Соны су ақпайды. Кішкене біраз тамсайды, содан кейін анау сінеді, ақпайды. Өйткені қазақ білген. Жай жіппен емес, именно тарамыз. Тарамыз жылқының артқы аяғында мына санына шейін болады. Где-то 70-80 сантиметр болады тарамызда. Сосын оны мынадай жұмыр ағаш енді қазір енді балуым бар ғой қазір сол жақ ағаш балғаменен ұрып тұрсаң әлгі тарам шаш сияқты болып кетеді. Сосын темір тарақпен тарасаңыз әлгілер леска сияқты жіңішке болып шыға келеді. Сосын оны салқын жерге бір екі кептіресіз. Қазір енді мына салатан нелер бар ғой, соны қоя қойсаң, сол тарамыспен тігіледі. Ол енді сол қатып солай қалады. Оны қазақ оны білген, жайшықпен тікпеген, сабаның бір әйтпесе қымыздың бір шашылып тұрады, төгіліп. Ал енді домбыраны таңдағанда қандай қасиеттерге, қандай немеге көңіл аудару керек? Домбыраның жасағанда өйткені ол енді үні ғой. Мысалы қоңыр үнді дейді. Мен домбыра, шешен домбыра деп атамыз дейді. Сөйлемейтін домбыра екен дейді. Ол ағашына байланысты болады. Өйткені біздің Қазақстанда ағаштар бар. Домбыраны үйеңкі дейді. Күлен. Қазақша үйеңкі. Үйеңкінің кез келген ала бермейді. Где-то кеседей жуандықтар болады ғой. Ол 25-30 жылдық біркен сондайын таңдайды. Ол үйеңкі әппақ болады. Ал жасы болған кейін сарғая бастайды. Содан кейін қайың. Қайыңда бұтақ болмайды, әппақ болады ол да. Қайыңнан жасалады. Содан кейін қарағаш дейді. Қарағаштан негізі мына шебер деп береді. Сонда шеберлердің айтқан домбыраның мына ағаш негізі қатты ағаш болу. Қатты болғанда дыбыс шығады. Сыңғырлап тұрғандай, ал енді терек, басқұрмыс ағаштар олар дыбысты аса қатты бермейді екен. Біз дейді жасағанда қатты ағашпен жасаймыз. Мынау қатқаны қатты дыбыс шығарып тұру керек. Үнді де болады. Содан кейін мына шегін балықты оны леске болғанда нейлонный леске тағамыз дейді. Заказной домбыраға нейлонный леске тағамыз. Содан кейін мына лақтағанда челлак. Итальян лак қойды. Челлак жағын дейді. Сол жылтыр болып тұрады. Сондай бір нелер бар. Өйткені қазір енді ғылымға сүйенеді ғой отырады. Сонымен айтады. Нейлонный леска, мына балықтың леска жағы, және 0,7. Нейлонный леска, мен нейлонный леска таба алмадым. Полунейлон таптым, бірақ енді ол енді дұрысын. Оны интернеттен мүмкін интернет магазиндерде қарап қарасам. Енді Павлодар мен Бернарон бір нелерде бар шығар енді ол. Енді оны мына балық сататын деп, соған бір леска, 0,7 нейлонмен арқы онда жоқ, жай бар. Содан кейін бір әйел адам айтты, мен көрсетейін, полу нейлон деген. Мен соны алып көрдім енді. Ал енді нақтылы таба алмадым. Жай лескалар олар созыла бере ме екен? Олардың үні анандай болмайды ғой деймін. Өйткені мен ана нейлон лесканың үнін тыңдап көрмедім.
Ада оған жақын полу дегені маған қарағанда сәл-пәл дыбысын жақсы білетін сияқты. Өйткені шеберлер айтады сонда біз заказной домбыраға нейлон жасқа тағамыз, челдак лактан ақтаймыз, көрсеттіңіз, иә, пластмасс не болады екен. Мен лактар біз ала беремін. Ал енді өзіңіз домбыра жасайды екенсіз, домбыра шерту білесіз бе? Шерту білемін. Кішкене шертіп бересіз? Мен қана домбырамда. Мынау көрдіңіз, мен айттым да білейін. Бұл көп болып кетті. Және ағаштың ішкі болды да, мен мына біріншісін үлкен қойып, көрдіңіз, мұны өзі бір қазан сияқты болып. Енді бұл үшінші домбыра жасалған. Ең бірінші домбыраңызды неше жасыңызда жасадыңыз? Мен жасында 4 жыл болды. 71 жасында қойдым, 75-те мен әлгі пенсияға шықтым, одан кейін мен пенсияға кетіп, мен жастарымда күзетші болдым, государственный болғаннан кейін уақытта пенсияға шығарады, күзет болса шығарады, өйткені ренжімеңіздер, біз заңымыз осылай деп. Оны қызымды айтады, сені шығаратын шығар, өйткені ұстамайды пенсиядан кейін. Ал жай частный мектебінде мен ұстай береді деп. Сонда мен 71 жасында жасадым. Бірінші домбыра. Оны мендегі мынадағы мандарин, сататын ағаш жәшіктер болады ғой. Мен содан жасап бастадым. Өйткені ұзындығы сол 20 сантиметрге таяу, жалпақтығы 4,5 сантиметр дайын ағаш. Мен сол сыртын үстіктіріп жұқарттым да содан бастадым. Содан кейін кейбір әзет мынадайлардан тауып содан жоғына да. Енді мен домбыра жай өлең айтып жүрдім жас уақытында. Мына кейін түскенде бет ашып жүрдім. Және бет ашқанда енді бір мақтанғандай болып кетіп, азыр сұрап аламын да, тұтқандар өйткені мен бір келін бетін ашқан, бет ашып екінші келін оны айтып, басқаша жазамын мен. Менде бар кейбір нелерде жатыр жағы. Сұрап аламын да қандай екен. Содан кейін анаған сәлем, әрбір кісіге бір шумақ сәлемнен қара сөз араластырмаймын. Өлеңмен сәлем беріп. Содан кейін бір күйдер тартып жүр, мен қазір келмейді енді. Балдырым. Жақсы, рахмет. Мен бір 2-3 қана күй білдім. Той басады. Ал енді домбыраның бетіне салатын өрнектерді, оны қалай? Мен енді өрнекті бір жақсы ою көрсем, сол ой салам. Енді ондағы мынадай ой бар, бәрі жасыратындар болады. Мен олмайды, мен жай краска болғанда кейбір акриловый краска, водяной. Олар төгіп болады да, звукқа қатты нұқсан келтірмейді. Акриловый краска. Содан кейін бетін лақтырып тастайсың. Сол кейін мен мына түйме қойып қойып былай. Өзімнің не. Қолтаңнан сияқты. Алыпты мен бір адамдай әдемі түйме қойып қоямын, сонымен. Сұлтан Махмұт Торайғыровтың біздің қазақ ән құмар халық. Біреу қолына домбыра ұстап ән сала бастаса, ойдағы қырдағысы жиналып, 8-дегі бала 80-дегі шалына дейін қалмай қамалап, айтып айтысып жаны жағасына келтіреді. Бара-бара не болса да сол әндегі рух сүйегіне сіңеді, құлағында қалады дегені бар. Міне Сұлтан Махмұт Торайғыров айтып кеткендей, қазақ домбырасын еш уақытта қолынан тастаған емес. Біреу әу десе, екіншісі қосылып әгугайға айналдырады. Бұл дәстүр ешқашанда ұмытылмауы тиіс. Ал енді Сартай аға,
сіздің сұхбатыңыз өте қызықты болды. Мен өзім өз басым көп нәрсені білмейді екенмін. Сізден жаңа осындай ақпарат алып, сұхбатыңызға көптен көп рахмет. Осындай өнеріңіз жалғаса берсін. Домбыра, қазақтың қара домбырасы әр үйдің, әр отбасыда қара домбыраның үні естіле берсін. Енді кішкене тартып көрейінші. Жақсы, күшті ойнайды екен. Бірақ енді үнемі ойнамайсың ғой. Иә. Жылына бір рет қолдансақ. Бұлай негізі бұл мына өлең айту да дәрігерлер айтады ғой, эластичный ткань тамақта. Айтпаған да қалыңдап кетеді. Неге әртістер болады бір сағат, 2 сағат алдымен репетиция жасап отырады, дауыс концерт қоймағанда өйткені дауысты сақтау керек. Мына іштегі жасуша дейді, ткань қалыңдамауға. Сол домбырада Сол сияқты домбырада мына қол. ылғи ойнап отырса, домбырада жақсы сөйлейді деп айтады. Сосын менің әкем кезінде, біз кішкентай кезімізде өзі күй шертіп отырғанда бізге осы домбыраның құлағын тістеткізіп қоятын. Біз осылай тістеп, кішкентай болғанда тістеп отырамыз. Үн вибрация денемен өтеді, сондай музыкаға кішкене қабілеті бола ма деп солай тістеткізіп қоятын біздің әкей. Менің үлкен апамның Дина деген қызы кішкентай кезінде мына өте домбырашы болды. Қызларым Петропавл жақта. Сырлары, жылғалары. Сонда Дина қазір енді ол менің фесташтай кіші істеп отырады. Атасы тартып отырады. Әкесінің ағасы. Ол ана жайтың ана құлағын тістеп. Атасы енді әкесінің ағасы бар. Әкім былай қозғалмай тартып отырады. Мен де солай немереме солай істеймін. Ол да солай жақсы көріп осылай тістеп отырады. Адан ешқандай үзіліс болмайды. Мынадай ауа болмайды. Бірден кетеді миға. Ал енді Сарттай аға, сұхбатыңызға көптен көп рахмет. Сізге зор денсаулық тілеймін. Ғұмырыңыз ұзақ болсын. Осындай шығармашылыққа деген талпынысыңыз, осындай шығармашылығыңыз өрлей берсін. Біз сіздің домбыраңызды ести берейік. Рахмет. Павлодар қаласының балалары сіздің домбыраңызды алып, қазақтың әуеніне құмарлығы арта берсін. Рахмет сізге. Сендерге де рахмет. Елеп, ескеріп, осы менің бір көзге көрінбейтін өлеңдерін дәріптегендерін өзім жүрегіме қуанып алғанымды айтамын. Енді мен профессор емес, мен енді әуесқой дейді ғой енді. Соны шығару енді. Рахмет.